Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын пончик рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қажетті ингредиенттердің құрамын видеоның астына описанияға жазамын. Ең алдымен жылы сүтімізді алып, оған тұз және қантты саламыз. Жұмыртқа қосамыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Тағы да венчикпенен араластырамыз. Бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Бізде осындай көбік пайда болуы қажет. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне ұнымызды бірнеше бөлікке салып, қосатын боламыз. Венчикпенен араластыру қиын болғаннан кейін қасықпенен араластырып, кейін қолымызбенен қамыр илеуге кірісеміз. Бізде біркелкі жұмсақ қамыр пайда болуы қажет. Қамырымыз бір-бірімен жақсы бірігуі керек. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын жақсы қамыр шықты. Оның бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Уақыт өтті, қамырымыз көтерілді, өте жақсы көтеріліп шықты. Енді оны қолымыздың көмегімен дастарханға салып, дөңгелек қалыпқа келтіріп аламыз. Қамырды қатты басудың қажеті жоқ, сәл ғана дөңгелектеп, оны оқтаудың көмегімен жая бастаймыз. Егер сіздер қолменен қатты басып жіберетін болсаңыздар, қамырымыз бірден басылып қалады. Сол себептен қамырды жайлап қана дөңгелектеп аламыз. Оқтаумен жайып аламыз. Бізде осындай қалыңдықта қамыр пайда болады. Оны өздеріңіз қалаған кез келген дөңгелек формадағы ыдыспенен осылай кесіп аласыздар. Кесеменен, болмаса стаканның көмегімен, арнайы формамен кесіп алсаңыздар да болады. Шетінде қалған қамырдың барлығын толықтай жинап алып, дөңгелектеп, қайтадан формаға келтіріп, салафанға салып қоямыз. Ол қамырдан тағы да пончиктар жасайтын боламыз. Ал енді бізге осындай бөтелкенің қақпағы қажет болады. Ортасын осындай дөңгелек қылдырып кесіп аламыз. Ортасындағы кесілген дөңгелек қамырлардың барлығын алып пісіріп алсаңыздар да болады, немесе барлығын біріктіріп, тағы да пончик жасауға болады. Дайын болған барлық қамырдың бетін жауып, бірнеше минутқа қоямыз. Бізде міне осындай әдемі көтерілген қамыр шығуы қажет. Өте сонда жақсы көтеріліп, дұрыс пісетін болады. Енді табамызды қыздырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, пончигімізді екі жақтан бауырсақ сияқты қылдырып қуырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пончиктар біркелкі болып пісіп жатыр. Қамырды бірнеше минутқа қойып көтеріп алғаннан кейін сіздерде осындай әдемі томпақ пончиктар пайда болып жақсы болып көтеріліп піседі. Сол себептен міндетті түрде бірнеше минутқа қойып алыңыздар. Пончиктардың барлығын пісіріп алдық. Енді бізге ақ және қара шоколад қажет болады. Оны водяной баняда, микроволновкада немесе газда ерітіп аламыз. Әрбір піскен пончикті осылай шоколадқа матырып, бетіне әртүрлі посыпкаларды, конфеттеларды, орехтарды сеуіп алсаңыздар өте әдемі көрінеді. Ақ шоколадты таңдаған кезде міндетті түрде сапалысын, жақсысын таңдаңыздар. Мен қолданған ақ шоколадтың ішінде дайын орехтары болды. Көріп тұрғандарыңыздай шоколадтың барлығы біркелкі әдемі болып жағылып жатыр. Ешқандай да қиындығы жоқ. Шоколадтар ағып кетпей, өзінің формасын жақсы сақтап тұр. Ақ шоколадтың бір жақсысы өздеріңіз қалаған кез келген красительді пайдаланып, бояғанға жеңіл. Мен бұл жерде қызыл түсті красительді пайдаландым. Шоколадқа бір тамшысын тамызып, жақсылап араластырып алдым. Кейін оны пончикке жағып қойдым. Сонда бізде әдемі қанық түсті жаңағы әдемі пончик пайда болды.
Сіздер ақ шоколадты бірнеше бөлікке бөліп әртүрлі түске бояп жасасаңыздар болады. Ол да әдемі, жақсы болып көрінеді. Бұл жерде барлығы өз қалауларыңызға байланысты. Бізде осындай әдемі, томпақ, дәмді пончиктер пайда болды. Барлығын жағып алып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Бетіндегі шоколадтың барлығы толықтай қатуы қажет. Пончигіміз толықтай дайын, бетіндегі шоколадты қатып, қолға ешқандай жағып, езіліп жатқан жоқ. Дәмі де өте керемет. Ортасы толықтай піскен, жұп-жұмсақ, дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Бұл менің отбасымның, балаларымның ең сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Бұл тек қана балалардың ғана емес, сонымен қатар ересек адамдардың да жүрегін жаулап, өзінің дәміне ғашық қылдырады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.